Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді болып шығатын фаршталған бұрыш тағамын дайындап көрсететін боламын. Ең алдымен тартылған етімізге ұсақтап туралған пиязымызды, қалауларыңызша ас көк және сарымсақты да қосып аламыз. Өздеріңізге ұнаған кез келген дәмдеуіштерді, дәміне қарай тұзымызды қосып аламыз. Менде бұл жерде паприка және де кептірілген чеснок дәмдеуіші. Осыларды қосып араластырып алатын боламын. Және де күрішімізді де қосуды ұмытпаймыз. Күрішімізді ешқандай пісіріп қосудың қажеті жоқ. Шикідей қосатын боламыз. Және де жұмыртқаның да қажеті жоқ қосудың. Жұмыртқа қоспасақ та осылай бірігіп тұратын болады. Пісіру барысында ешқандай ажырап кетпейтін болады. Біркелкі етіп осылай араластырып алғаннан кейін дайындап қойған бұрышымызға қатты тығыздамай салуымыз қажет. Фаршымызды салып аламыз. Осылай бәрін салып толтырып алғаннан кейін сорпамызды дайындауға кірісеміз. Ыдысымызға кішкене сұйық майымызды құйып, ұсақтап туралған пиязымызды салып қуырып аламыз. Пиязымыз 3-4 минут шамасында қуырылғаннан кейін оның үстіне сәбізімізді де қосып қуырып алатын боламыз. Сәбізді пышақтың көмегімен немесе теркадан өткізіп алсаңыздар да болады. Екеуі қуырылғаннан кейін қызанақты немесе томат пастасын қосып та жасай беруге болады. Мен бұл жерде бір қызанақты қостым және де бір ас қасық томатты қосып жібердім. Бір ас қасық томатты да қосып араластырып суын құйып аламыз. Суын құямыз. Содан кейін барып бұрыштарымызды да салып пісіре береміз. Бұрыштарымыздың бәрін салып алғаннан кейін, қайнағаннан кейін бір 35 минуттай қайнатамыз. Осылай қайнап шыққаннан кейін дәміне қарай тұзымызды да салып аламыз. Астын басып 35 минут шамасында пісіреміз. Одан кейін картошкамызды да 2-3 картошка қостым. Картошкамызды салып, картошкасы піскенше пісіретін боламыз. Міне тамағымыз қайнап жатыр. Осылай дайын болды. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Айсұлу, келесі кездескенше.